Юсупова Қалдықыз Абдуллақызымын. 1965 жылы Өзбекстан Республикасына дүниеге келдім. Сол жерде өстім, өндім. 10 жыл мектепті бітіріп, Ташкент қаласында теміржол институтын 5 жыл оқыдым. Соны бітіріп, сол Ташкент қаласында 25 жыл стажым бар. Инженер эксплуатация болып жұмыс істедім. Сол жерде тұрмыс құрдым. Сол жерде 3 жыл бір қызым дүниеге келді. Енді Алланың қалауымен осы 2013 жылы өзіміздің елімізге көшіп келдік. Балдардың жұмысы осы жерде болды, оқу осы жерде болды. Көшіп келдік өзіміз елімізге. Студент кезімде бар, студент уақытында болады, асқазаным кішкене мен ауыртып алғам. Сол кезде басталған. Жаңа уақытында тамақ жемейміз, түнімен оқуға дайындаламыз, сызамыз әйтеуір. Сонымен уақытында тамақ жемеймін, асқазаным сол кезде кішкене бұзып қойған негізі. Кейін жақсы жүрдім, осы 40 жастан кейін кішкене мазалай бастады да мені. Сол бір барғанда өтің толды деді. Өтімді тазалаттым. Содан кейін кішкене ас қорыту жүйесі нормальный жұмыс істеді. Бәрі ара-арада болатын. Докторға барам айтып, назначение береді. Өсімдік нелер ішіп жүрдім. Әртүрлі дәрілер береді, жаңағы асқазанға жұғу маған ұнамай кетті. Бәрібір не дейді? Ол дәрілер маған болмады негізі. Содан ішпей қойдым дәрілер, жүретім жаңағы. Битошайларды ішіп жеңілдік болсын деп бір неде жатып шықтым. Өтім толды, өтімді тазарттым. Ас қорыту жүйесі бәрі нашар болды негізі. Диета сақтағанда не дейді? Сақтайсың ғой жасың өткеннен кейін. Бәрі кейде жеп қоясың, жегенде де мен тамақ көп жемеймін қазір. Өзім күтуім керек. Тамақты да нормамен жеймін. Тойып жемеймін тамақ. Порцияның жартысын жеймін. Көп жемеймін. Осыдан 3 жыл алдын мен Асыл арнасынан передачадан көрдім, рекламаны көрдім осыны. Содан өзім ықылас қылып, өзім кішкене қан қысым көтеріліп тұратын, ас қорыту жүйесі менде жақсы жұмыс істемейтін. Енді жүйкеде шаршаған ба, әйтеуір осыны ықылас қылдым. Содан мен өзім заказ беріп алдырдым бір курс лечениясына. Сол алғаннан кейін бір 10 күнде мен кішкене ауруларым, басым, асқазанымды қоздырды бұла. Сол 10 күн, 2 аптадан кейін кішкене өзім жеңіл сезе бастадым. Ас қорыту жүйемде жақсы жұмыс істеп кетті. Иммунитетім де төмен болады негізі. Иммунитетім де жақсы болды. Кішкене суық тисе суықтап қалатынмын. Аллаға шүкір, осыны ішкеннен бері жақсымын. Міне биыл 3-ші жыл әлі де ішемін. Иммунитетім жақсы. Содан 3 аса немерем болды. Оның аппетиті жақсы болмады. Иммунитет слабый болды, жаңа қызын тамақ ішпейтін ғой. Осыдан кейін қыздардан ақыл кеңес сұрап, Амифарияның қыздарынан ішкіздім. Жоқ, жаңа иммунитеті көтеріліп, аппетиті ашылып, тамаққа кіріп, немерем, 3 жас немерем оңалып, жақсы болды. Ол да жылда кішкене ішіп тұрады қазір. Жақсы болғаннан балдарым 3 жылдан бері алып береді. 3 жылдан бері балдар өзі уақыты келеді. Мама, иммунитетің түсіп кетпесің. Құдай шүкір, осы балдарым алып бергеніне ішем. Амифарияға алғысымды айтамын. Соның артынан мен денсаулығымды тіктедім, Аллаға шүкір. Қазір иммунитетім де жақсы. Жасым 55-те болса да 5-не артына жүгіріп жүремін. 3 келінім болса да жұмысын істеймін. Бауымыз бар, бауда жұмыс істеймін, отырмаймын, Құдайға шүкір. Бәрі жақсы.